спорт қауымдастығының вице-президенті ретінде қазіргі ұлттық спортымыздың дамуы жайлы айтыңыз. Ұлттық спорт дамып жатыр, дамиды Алла қаласа. Тек қана оның бір насихаты керек. Көкпар дейтін дүние бар. Көкпарға да сырттан тиісті. Дүниедегі ең ақымақ ойын деді. Бір шетелдік бір сарапшының айтқаны. Дүниедегі самая глупая игра в мире деді. Ең ақымақ ойын деді. Енді біреулер айтты. Хоккей по сравнению көкпар это детская забава деді. Балалардың бір ермегі деді хоккей, көкпардың қасында. А көкпардың шығу семантикасы негізі қайда жатыр дейтін болсаңыз. Ол жауда қалған қадірменді ақсақалдың мәйітін жауға тастамау үшін додамен көкпарға кеуделеп, доданың ішіне кіріп, соның мәйітін алып шығатын кәдімгі соғыстың тренировкасы көкпар. Түсіндіңіз бе? Қырғыздарға да ортақ, бізге де ортақ. Мысалы үшін тағы да бір тәкаппарлықтан туындайтын нәрсе бар. Бір шалда 10 бала болды дейік, 10 баланың әрқайсысы мына шал менің ғана әкем деп айту ақымақтық қой. Мақтанкерлік па, бейшаралық па. Сол сияқты көкпар тек қана менікі деп қырғыздың айтуға правасы жоқ, қазақтың айтуға да хақысы жоқ. Өзбектің де басқаның да айтуға хақысы жоқ. Бұл бүкіл түркі дүниесіне ортақ, орталық Азиядағы бәрімізге ортақ ойын. Бірақ осының айрықша дамыған жері Қазақия топырағы. Әсіресе оңтүстік аймақтар. Жамбыл мен Шымкентте білесіздер. Екінің бір көкпардарда. Бала кезінен атқа мінгеннен сені тулақ тартып бастайды, содан көкпар тарта бастайды. Бұл біздің батырлық, қанымызға сіңген батырлықтың бірден бір көрінісі. Қорқақ адам, әлсіз адам көкпарға жоламайды. Яғни көкпардың даму деген сөзіміз біздің анау генетикалық жадымызда жатқан батырлықты қозғау деген сөз. Түсіндіңіз бе? Сондықтан бұл нәрсені дамыту үшін самұрық қазынадағы жігіттерге Алла разы болсын, арнайы түрде қаржы бөлді. Енді әрі қарай бергеннен кейін соны дамыту бізге міндет болып есептеледі, бұл аманат. Енді шабамыз, қадари қалымыз келгенше бұған күш саламыз. Сол сияқты осы күн балалардың бәрі компьютерге шұқшиып, үйгішік болып жатыр. Жоқ, сыртқа шығып бала деген асық ойнап, бұл шығатын жазу керек. Сондықтан асықты дамытуға күш салып жатырмыз. Бәйге дамып жатыр енді. Оға жаққа ол енді өз бетімен жақсы дамып жатыр көптеген мына атқұмар жігіттердің арқасында. Мына жамбату деген мүлдем ұмытылып кеткен аттық сөз шауып бара жатып, жаңағы нені қағып түсу. Жамбыны. Бұған байланысты Моңғолдан бір осы тренер шақыртып жатырмыз, ақшасын төлейміз. Венгриямен байланыс жасағымыз келеді, осыны дамытқымыз келеді. Ат үстінде шауып бара жатқан кезде, ана аттың төрт аяғы жерден көтерілген сәтте нысананы дәл көздеп атып қалу. Ол деген шеберлікті қажет етеді. Бұл да қазақтың қанына сіңісті болған дүние жігіттер. Сондықтан осылардың бәрін дамытудың ар жағында ұлттық дәстүрлерді дамытсақ, сенің анау тегіңдегі жатқан осы бір қасиетті дүниелер өзінен өзі оянады. Оны ояту бізге міндет. Ал енді осы нәрсені насихаттап жатқан нәрсені әрі қарай халықтың жадына құю. Сіздерге міндет. Ол біреудің меншіктеп алған дүниесі емес. Ол бәрімізге ортақ дүние. Менікі ғана деудің ар жағында тағы да шайтанның тәкаппарлығы жатыр.